Жас болса да оның бағындырған белестері көп. Ол 2015 жылға Қазақстан Республикасындағы X-Factor ән байқауының қатысушысы. 2017 жылы Қазақстан дауысы мега жобасының жеңімпазы. И победителем проекта «Голос» становится Динмухамед Даулетов. Аплодисменты победителю! Поздравляем! «Голос Казахстана» Динмухамед Даулетов. 2018 жылғы I'm a Singer Қазақстан, 2019 жылғы топ жарған байқауларының финалисті. Бүгінде қазақ еліне танылып жүрген өнерлі жігіт біздің Тәуелбайдың мақтанышы. Бүгінгі бағдарламаның қонағы әнші Дінмұхамед Даулетов. Димаш, туған жерге қош келдің. Жалпы сырлы сұхбаттың сұрақтарына дайынсың ба? Ассалаумағалейкум. Я әрине дайынмын. Олай болса, сұрағымызды бастайық. Жалпы өнерге неше жасыңнан бастап келдің? Неше жасыңнан бастап ән айта бастадың? Өнерге мен ес білгелі садиктің кезінде 5-6 жастан бастап өлең айтатын едім. Өзім үйде айтатын едім. Қонақтарда, туысқандармен арамызда айтатын едік. Бірақ үлкен сахнада ондай айтып көрмеген едім. Бірақ бір күні негізі ауылым Мыңбұлақ қой, әке-шешем, әкем Мыңбұлақтан сол жақта Жеңіс ағам папаммен біргесі. Сол кісі үйге келгенмен Үшқұдықта тұратын едік. Сол кісі үйге келіп, осындай Мыңбұлақта ән байқауы болып, әнші балапан деген. Соған қатысып көресің ба, қалай қарайсың деген. Мен кішкентаймын, маған қызық керек қой енді. Бірақ ол кезде мен 5 күн садикке қатынайтын. 2 күн воскресный школаға қатынайтын. Мүлдем жаңағы демалыс жоқ та. Сол кезде жаңағыдай ауылға бір барып, себеппен барып қалайын деп қуанып, барам қатысам деген. Сол кезде анам жоқ, болмайды, сабағың бар, садигің бар, анамнан болмайды деп сөйтіп неғын. Қаладан барғансың ба сен? Қаладан бар. Енді бірақ ауыл Мыңбұлақ болғаннан кейін енді қатысым. Сол кезде анама өтініш бараш деп жалынып сол кезде. Сол кезде бір не қойды, шарт қойды. Жеңсең ғана барасың болды. Мен ол кезде болды, жеңем болды, барсам болды. Дәлелдеген. Сол сөйтіп барғам, әнші балапан сол кезде сахнаға алғашқы рет үлкен сахнаға сол кезде шықтым, 6 жасымда. Жалпы музыкалық білімің бар ма? Қандай оқуды тәмамдағансың? Білімді осы жақында ғана бітірдім. 4 жыл Жүргенов академиясына, Қазнай, Алматы қаласындағы. Сол Жүргенов академиясына түстім, эстрада вокалист мамандығына. Оған дейін мен негізі Рудный қаласында колледж строительства и транспорта колледжінде мамандығым машинист экскаватор и бульдозер. Сол мамандықты бітірген. Алдым. Оған дейін сол жұмыс жасап, сол Рудныйда комбинатта мамандығым бойынша экскаватор. Жалпы енді сен енді ән әлемінде жүрсің ғой бүгінде қанатқа. Еркін Самғай білейін, сол өзіңнің мойындайтын 3 әншіні атап берші ма? Өзің мойындайтын. Әлем бойынша. Өзің мықты деп есептейді. Мен Қазақстанда өзім мықты деп санайтын 2 әнші бар енді. Атап берсің. Айқын Төлепберген, Нұржан Керменбаев, Марсель, Димаш Құдайбергенов бар еді. Мен неге оларды айтамын? Себебі олар жанды дауыстайды. Кез келген жерде, тойда болсын, сахнада болсын, барлық жерде жанды дауысты айтады. Айта алатынын көрсете алады. Сондықтан мен соларды үлгі тұтамын. Егер шетелден қарайтын болсақ, мен өзімнің кумирім бар, Бруно Марс, шетелден, Америкадағы. Россияға келетін болсақ, Ресейде Алексей Чумаков. Солардың әндерін тыңдаймын. Соларға еліктеп кішкене әндерін тыңдап, образдарына кіріп, осындай көмірларым солар. Меніңше қазақ тарихында Димаштардың бәрі осал болмаған. Қонаев атамыздан бастаса, одан кейін жаңа айтып отырсың ғой, Димаш Құдайберген әлемді таңғалдырып отырған жарық жұлдыз. Енді сен де осал емессің, мінекей ортада бүгін өнердің қайнаған ортасында жүрсің, қанатын самғай берсің.
Ал енді өзіңді 3 сөзбен сипаттап берші. 3 сөзбен. Мысалы. Енді өзіңнің бойыңдағы асыл қасиеттер. Өз-өзімді айтқан бір түрлі екен енді. Иә. Өзіңе баға беру қиын, бірақ 3 сөзбен сипаттап берші. Әр адам өзінің жақсы жағында тани білу керек. Біріншіден жауапкершілік. Жүктелген жүкті арқалай соңына дейін барып. Және де мысалы мақсат қойсам, соған соңына дейін соны іске асырып, соған дейін қоймай тыныштай алмай өзім. Үшінші ашық, әр адаммен ашық сөйлесем, тұйық емеспін. Димаш, сенің біраз мега шоуларға, ән байқауларына қатысып жүргенін білеміз. Енді сол байқауларға дейінгі және кейінгі айырмашылықты айтсаң, жалпы сенде не өзгерді? Айырмашылық өте көп негізінде. Басында енді сахнаға енді бірінші шығып байқауларға қатысып жатырмыз. Ол жаңағыдай сөзбен айтып жете алмаймын, ондай қандай жаңағыдай ощущение берді. Бірақ енді айырмашылық деген жаңағы танымалдылық басталады деген адамда. Көпшілік ортада танып бастайды. Соны көтеріп білу керек ең бастысы. Алдында сені ешкім танымайды, көшеде мысалы ешкім тоқтатпайды дегенде. Содан кейін тоқтатып, суретке түсіп, өзіндерінің жаңағы жылы лебіздерін білдіріп, тілек айтып, жаңағыдай баталарын беріп жатады. Жұлдыз ауруымен ауырдың ба? Жоқ, мен ондай көзім өз басым ондай нәрсені көтеріп білем. Дұрыс айтасың, енді мына қарапайымдылық көбіне өнер адамына қарапайымдылық қажет деп ойлаймын. Себебі халықпен бірге жұмыс жасағаннан кейін сенің өнеріңді бағалау үшін расында қарапайымдылық керек деп ойлаймын. Себебі халық бәрібір біліп отырады. Сенің шынайылығыңды қалай түрінен ақ, сөзінен ақ біліп отырады. Сондықтан ойлаймын бұндай. Сені халық көтереді. Дұрыс. И түсіретін де өшіретін де халық болғандықтан. Өшіретін де өшіретін. Дұрыс айтасың. Енді мына әр өнер иесінің, әрбір әншінің өзінің төлқұжат әні болады. Жеке өзінің арнайы жаздырған әндерің бар ма, жеке әндер? Әзірге бір ән бар жазылған, өзімнің жеке әнім. Қандай ән? Махаббат хобби емес. Ол заманауи ән. Қазіргі таңда сұранысқа ие ән. Жастар. Жастар. Димаш, сен энергияны қайдан аласың? Энергияны қазір Алматыда тұрамын өзім, Талғарда. Табиғаттан алып, тауға қарап, Алатау. Таза табиғат. Содан шабыт алып, содан күш аламын. Содан басталады. Дұрыс, табиғаттың таңғажайып тылсым сыры әрбір адамға шабыт сыйлайды, әрбір адамға күш, энергия береді деп ойлаймын. Ал енді саған миллиард ақша берсе, қай жерге, қоғамда қай жерге жаратар едің? Миллиард ақша берген жағдайда мен сол халыққа жағдайда... Қайсы салаға? Үй мәселесі. Бізде қазір үй мәселесі бар ғой. Қолжетімді тұрғын үй жаңағыдай аз пайызбен қолжетімді сондай бағдарламамен сол бағдарламаға жұмсап ақшаны. Сондай көп халыққа сондай өзімнің көмегімді тигізер едім. Сондай мүмкіншілік болып тұрсын. Ал Димаш, енді өзіңді кәсіби әнші ретінде мына өсіп келе жатқан жас әншілерімізге, өнерпаздарымызға қандай кеңес бересің? Енді болашақ әншілер болса, енді әртіс боласыңдар қой қаласа. Әртіске не қою керек? Ұялмау керек сахнада, өзін еркін ұстау керек. Ұялып, қысылып жатсаң, ол әртіс емес. Оған не істеу керек? Оған еңбек ету керек. Өздеріңді мысалы үйде де дайындалып, туысқандардың алдында, жақын жоқтан достардың алдында өнер көрсетіп үйрене беру керек, ұялмау керек. Көпшіліктің ортасында кейін шыққан кезде өздеріңді жаңағы жоғалтпауларың керек. Сондықтан екіншіден жаңағы вокал ермеу керек. Мысалы бір әнді біз кейде бір ай дайындаламыз. Күнде сол әнді дайындаламыз. Басынан бір фразаны бастаймыз, екінші фразаны дайындаламыз, үшінші фразаны. Сол ермеу керек. Тек қана еңбек. Еңбектегі көп талаптану керек дейсің ғой. Ал енді жалпы
көрермендерге, біздің бүгінгі бағдарламамыздың көрермендеріне қандай жақсы тілегің бар? Ең басты тілек көрермендерге. Осы пандемия, барлық ауру, барлығы жойылып кетсе екен. Баяғындай сахнаға шығып, концерттер болып, жаңағы баяғы өмірге оралып дегендей. Сондықтан, екіншіден, денсаулық, еліміз тыныш болсын. Армандарымыз орындала берсін. Димаш әркімнің өз туған жері Мысыр шаһары дейді. Жалпы сен үшін ең көрікті үш жер қай жер? Әрине ол туған жер. Үшқұдық, Мыңбұлақ ауылы. Екінші, Рудный қаласы, Қостанай қаласы. Үшінші, ол қазіргі тұрып жатқан Алматы қаласы. Ең көрікті жер. Иә. Енді білмеймін, барлығы өзімнің тұрған жерлерім ғой. Сондықтан ыстықта ол жер. Маған ол қалалардан басқа жақын қала жоқ. Енді қонақ кәде деген салт бар бізде. Келген қонақтан бір ән сұрағым келіп отыр. Жалпы көрермендерімізге акапелла бір ән болса. Жарайды. Динара Сұлтан «Сен» деген әні бар. Соны орындап берейін. Сен, бақытымда байлықты сен, өмірімде толқыған, көңілімде шалқыған арманымсың. Сен, биіктегі көктегі күнімсің, шуақты сәулем жаным. Қуаныш көңілгелер берген өмірге сен барымсың. Мақсатым ойлаған, сағынып ойға алған жаным. Қуаныш көңілгелер берген өмірге сен барымсың. Мақсатым ойлаған, сағынып ойлаған жаным. Бәрекелді Димаш, тамаша дауысың әрқашан әуелей берсін, халықтың жүрегінен үнің естіле берсін. Ал енді сұхбаттың соңында маған қояр сұрағым бар ма? Әрине. Бүгінгі болған сұхбат сізге ұнады ма? Негізі мен қойғым керек еді ол сұрақты, бірақ маған өзіме ұнады. Себебі сені сырттай танығанмен бүгін өзіңмен жүзбе-жүз кездесіп, осы сұхбат Дәуелбай таланттары сұхбатын алуды да бүгін нәсіп етті. Ал енді өзіңе осы сұрақ, жалпы бүгінгі сұхбат ойыңнан шықты ма? Әрине шықты. Шақырғандарыңызға рахмет. Осындай туған жеріме келіп, осындай сұхбат бергеніме өзіме қуаныштымын өте. Тағы да келіп, осындай бұл соңғы сұхбат деп ойламаймын. Тағы да келіп, жаңалықтармен сіздерді қуанта беремін. Алла қаласа, алдағы уақытта біз сені үлкен жаңалықтармен күтеміз, Димаш. Туған жеріңе келіп, алдағы уақытта тағы жақсы жаңа әндеріңмен келіп, ауылға келіп, өзіңнің жеке туған жердегі концертіңді берулеріңе біз тілектеспіз, атсалсамыз, қолдан келгенше көмек қолын созамыз деп ойлаймыз. Ал енді бүгінгі сұхбатқа арнайы уақыт тауып келген үшін үлкен рахмет. Көрер қызығың көп болсын, өнерде қанатың талмасын, жұлсың жарқырай берсін. Ал қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Амандықта қауышайық. Сағынбай жүрмедің, бақытым кім дедің білмедім. Махаббат